Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қырыққабаттың пайдасы мен зияны туралы әңгіме айтатын боламыз. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Қырыққабаттың ағзаға берер пайдасы мол. Себебі ол көптеген дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Бірақ қырыққабаттың пайдалы қасиеттері мұнымен аяқталмайды. Кейбір ғылыми зерттеулерге сәйкес қырыққабат қатерлі ісіктен қорғауға қабілетті. Қырыққабат құрамында витаминдер мен антиоксиданттар бар. 100 грамм қырыққабатта К және С витаминдерінің күнделікті нормасы. Әйелдер үшін пайдасы мол фолий қышқылы мен маңызды омега-3 қышқылдары бар. Барлық компоненттер жүрек-қан тамыр жүйесіне әсер етеді және қант диабетінің 2 түріне де қорғаныс әсерін тигізеді. Қырыққабатта сілтілік тұздардың көп болуы қанның сілтіленуіне ықпал етеді және бұл жағдайда глюкоза инсулиннің көмегінсіз ағзаға таралады. Қырыққабатты үнемі тұтыну безеудің алдын алады. Өйткені қырыққабатта безеуге жақсы әсер ететін күкірт көп. Қырыққабаттың теріні тазартатын қасиеті де бар. Қырыққабатты қайнатып, оның суымен бетіңізді жусаңыз, теріні аз уақыт ішінде май мен өлі жасушалардан тазартады. Оның қатерлі ісік тудыратын жасушалардан қорғайтын қасиеті бар. Ол рак клеткаларының таралуын бәсеңдетеді және құрамындағы заттар мен компоненттердің өте бай мөлшерінің көмегімен рак клеткаларының басқа жасушаларға зиян келтіруіне жол бермейді. С дәруменіне өте бай жасыл қырыққабат адамның иммундық жүйесін нығайтуға көмектеседі. Ол сондай-ақ бос радикалдардың алдын алады. Қырыққабат құрамындағы мол амин қышқылдары мен басқа заттардың көмегімен жұқпалы аурулар жойылады. Жасыл қырыққабат құрамындағы бета-каротинге байланысты көздің макулярлы дегенерация қаупін азайтады. Қырыққабатты үнемі тұтыну психикалық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Ол әсіресе қартайған кезде жиі кездесетін Альцгеймер ауруының алдын алады. Мидың денсаулығын қорғайды. Қырыққабаттан сондай-ақ керемет шырын да әзірлеп ішсеңіз болады. Оның шырыны ас қорыту жүйесінің қалыпты және сау жұмысына да керемет үлес қосады. Бұл семіздік пен салмақ мәселесінен арылуға көмектеседі. Сонымен қатар іш қату мәселесін де жеңілдетеді. Қырыққабат шырынын тері мен терінің қабынуы үшін де қолдануға болады. Оны теріге жағуға болады және қабыну мәселелерін қысқа мерзімде шеше алады. Фолий қышқылы мен темірдің көп мөлшері бар қырыққабат шырыны анемияға жақсы әсер етеді және анемия проблемаларын да жоя алады. Біз қырыққабаттың пайдасы туралы айттық. Бұл пайдалы көкөністің зияны бар екендігі де туралы ақпарат жоқ. Кейбір денсаулық сақтау мамандары подаграммамен ауыратын науқастар оны тұтынуға болмайды деп санайды. Қырыққабатты шамадан тыс тұтыну сусыздандыру тудыруы мүмкін. Тиімді диуретик болып табылатын қырыққабат шырыны шамадан тыс тұтынылған кезде зәр шығару жолында тітіркендуді тудыруы мүмкін. Сол сияқты диареямен ауыратын адамдарға қырыққабат шырынын уақытша тұтынбау ұсынылады. Яғни қырыққабат не үшін зәрге әсер етеді? Мәселе мынада: қырыққабатта тұз көп. Ол өз кезегінде суды ұстап, ісіну мен гипертониялық дағдарысты тудырады. Кез келген шөптен жасалған өнім сияқты қырыққабатты да жеп, оның қасиеттері мен әсерін біле отырып қолдану керек. Сонда ғана ол пайдалы болады.